Қайырлы күн, құрметті студенттер. Сіздермен бірге бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы мес қарынды тесу операциясы, яғни руменотомия. Бүгінгі сабақта мес қарынды тесу көрсеткіштері және ірі қараның мес қарнын тіліп жару техникасы бойынша қарастырамыз. Операцияға көрсеткіштер. Мес қарында өте жіті және аса көп газ жиналғанда күйіс қайтаратын малдың кеудесі қысылып, тұншығып өліп кетуден сақтандыру мақсатымен мес қарынды теседі. Жансыздандыру. Малдың іші жіті, оның тіршілігіне қауіп туғызатындай аса қауіп кеткен жағдайда уақыттың тығыздығына байланысты тесетін жерді жансыздандырмайды. Яғни, аса жіті жағдай қауіпті малдың өміріне қауіп тудырып тұрған жағдай болған кезде, ол кезде біз наркоз салмаймыз. Ал аса қауіпті жедел жағдай болмаған кезде, яғни бізде газ енді толып бастап келе жатқанда, тесетін орынды тиісті тәсілдермен залалсыздандырып, 5 мл 0,5% новокаин ерітіндісін енгізіп жансыздандыруға болады. Мына суретте көріп отырғандарыңыздай, А суретінде ірі қараның мес қарынын қалыпты жағдайын көруге болады. Яғни кішкене азық толған кезде аш бүйірді артынан қараған кезде кішкене көрініп тұрады. Екінші суретте, Б суретінде мес қарын уже көлемі ұлғайған. Артынан қараған кезде екі шеті аздап көрінеді. Сол жағы үлкенірек, газ толу процесі басталып келе жатқанын көрсек болады. Үшінші суретте бұл уже жіті жағдай. Бұл жерде міндетті түрде жедел көмек көрсетілуі қажет. Міне, мынау малдың сербектің астыңғы жағынан аш бүйірінен осылай жұдырығымызды түйіп ішке қарай итерген кезде, егер мес қарында газ толу процесі болмаса, онда біздің қолымыз осылай ішке қарай кіреді және қарын автоматты түрде артқа қарай біздің қолымызды ақырын итереді. Егер қолымызбен мес қарынды аш бүйірінен басатын болсақ, ол ішке қарай кірмесе, демек ол жерде газ толу процесі жүріп жатыр деген сөз. Тесетін жерді, егер бізде жаңағы жедел жағдай болмайтын болса, мүмкіндігінше жүнін қырып, терісіне йодтың спиртті ерітіндісін жағамыз. Тесу орнын малдың бел аумағында соңғы қабырғамен сербектің шетін қосатын сызықтың ортасынан, омыртқалардың өсінділерінен алақан бойы төмен, яғни аш бүйірден белгілеп аламыз. Мына суретте көріп отырсаңыздар, мына жоғарыда тұрған бізге, яғни пышаққа ұқсайтын құралды тракар деп атаймыз. Сол тракармен мынау сиырдың мына белгіленген дөңгелек болып белгіленіп тұрған жерде, осы жерден біз тілік жасап немесе тесік жасап, жедел операция кезінде осы жерді тесеміз. Тесу үшін тракардың өткірі үшін белгіленген орынға қойып, малдың қамшылар артқы жағындағы тілерсек буынына қарай аспаптың ұшын бағыттап, тракардың тұтқасы үстінен алақанмен тесетіндей қатты күшпен және жылдам ұру керек. Егер сиырдың терісі қатты, әрине, осылай ұрған күннің өзіне тесілмесе, оны алдымен скальпельмен шағын тілік жасап алсақ болады. Құрсақ қуысының қабырғасын және мес қарынды тескеннен кейін тракарды тұтқасын сабына дейін енгіземіз. Тракардың басында трубка тәрізді түтік болады, оны гильза деп атаймыз. Сол гильзасын басып тұрып, оның өзін суырып алады. Тесікті саусақпен жауып, жиналған газды аз мөлшерде баяулап шығарады. Гильзаның түтігі кесек заттармен бітеліп қалса, оны тракардан қайтадан тығып тазартады. Газды толық шығарып болғаннан кейін, гильза арқылы қарын ішіндегі жіті ашуды тоқтату мақсатымен тимпанол, белсендірілген көмір немесе эспумизан сияқты дәрілерді жібереді. Гильзаны малдың терісіне тігіп қойып, оны 5-6 сағатқа дейін ұстайды. Газ өту тоқтағаннан кейін, тракардың гильзасын теріні саусақпен баса тұрып, қарыннан суырып алады. Жараны жуып, тазартып, тесік орнын 5-10% йодтың спирттегі ерітіндісін немесе 5% бриллианттың жасыл спирттегі ерітіндісін, яғни зеленканы жағып, мүмкіндік болған кезде теріге арналған желімдермен желімдеп қойса болады. Ірі қараның мес қарынын тіліп жару. Руменотомияны жұмысшақ қарын жарақаттанып қабынғанда, оның ішіндегі қарынның қабырғасын тесіп кететін бөгде заттарды алып тастау мақсатымен жасалады. Егер операция аурудың бастапқы кезеңінде іш пердесінің іріңдеуі
әлі басталмаған жағдайда және бөгде зат басқа органға, яғни бауыр, талақ, жүрекке қарай өтіп келген болса, операция жасалған малдың 80% айығып кетеді. Сондай ақ бұл операцияның мес қарында өте көп газ жиналып, қатайып, тұнып қалған жем шөп түйіршіктерін алып тастау үшін және қарын көбікті жіті кеуіп кеткен кезде, басқа да ем әдістері нәтижесіз болған кезде осы руменотомия операциясын жасауға болады. Бұл руменотомия тіліп жару, яғни біздің жаңағы бірінші көрсеткеніміз ол мес қарынды тесу болса, бұл тілу. Руменотомияны жасау алдында құрсақ қабырғасының қабаттарын сербек пен соңғы қабырға аралық бірінші және екінші бел жүйкелерінің сезімін жояды. Сезімін жою, яғни жансыздандырамыз. Ең соңғы қабырға аралық жүйкенің сезімін жою үшін инені ақырғы қабырғаның артқы бетінен бірінші бел омыртқаның көлденең қанатының ұшы келетін жерден шаншиды. Инені ары қарай сүйекке тірегенше шаншып, содан соң сүйектен тайдырып жіберіп, әрі қарай 3-5 мм тағы да енгізеді. 3 новокаин ерітіндісінің 10 мл жібереді. Инені кері суырып келе жатып, сезім жойғыш ерітіндіні осы мөлшерде ет арасына және тері арасындағы клетчаткаға да жібереді. Осы әдіспен бел жүйкелерінің сезімін жояды. Ол үшін инені екінші бел омыртқаның көлденең қанаты мен алдыңғы жағынан қанат ұшынан 4,5-5 см жерден шаншиды. Үшінші бел омыртқаның көлденең қанатының алдыңғы жағынан қанат ұшынан 7-7,5 см жерден шаншиды. Мына жерде руменотомия операциясын көрсек болады. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, мына алақан бойы сербек пен омыртқа жотасының астында жамбас қуысын, мына жерден көзбен үшбұрыш жасап аламыз. Сол үшбұрыштан бір алақан төмен жерді кесетін орын етіп белгілейміз. Операцияның алдында міндетті түрде ол жерді осылай жүнін қырып тазалаймыз. Одан кейін йод жағып жансыздандырамыз. Қырққаннан кейін артынша қырып алсақ болады. Содан кейін ғана операцияға кірісуге болады. Бұл жерден көлемі ірі қараға жасалған кезде 18-20 сантиметрдей тілік жасауға болады. Бүгінгі сабағымыз осы. Үйге ірі қарада тағы да қандай жағдайларда операция жасауға болады, яғни мес қарынға арналған қандай операциялар бар екенін біліп келіңіздер. Бүгінге айтарымыз осы. Сау болыңыздар.